Мына менің артымда тұрған бұл Түркістан визит центр дейді. Яғни осы Түркістанның туризміне тікелей қатысты ғимарат. Бұл ғимаратты 800 миллионға күрделі жөндеуден өткізіп, жаңылыспасам Жамбыл облысы Түркістанға тарту ретінде сыйға тартқан болатын. Бұны Түркістан әкімдігі алды да 22 миллион теңгеге сенімгерлік басқаруға беріп жіберді. Түркістан визит центр 800 миллионға жөнделген ғимаратты 22 миллион теңгеге сенімгерлікке беріп жіберген. Міне өздеріңіз көріп отырған мына электрокардың әр қайсысы 10 миллион теңгеге сатып алынған. Сол 10 миллион теңгелерін міне ақтады ма, ақтамады ма, оны Құдай біледі. Міне сынған қалпында тұр. Бұның келгеніне 4 жылға жуықтады. Яғни осылар міне көріп тұрсыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ұмытшақты тұсыз бұл сынғандары. Бұл енді қайта жөндеуге келмейтін шығар. Бұл электрокарлар әр қайсысы 10 миллион теңге келінген. Менің артында тұрған мына Түркістандағы шығыс моншасы. Бұл шығыс моншасын Түркістанға тарту ретінде Қызылорда облысы тартып өткен болатын. Бұл ғимаратты да әкімдік сенімгерлік басқаруға 32 миллион теңгеге беріп жіберген. Ал мұна өздеріңіз көріп тұрған ғимарат бұл неке сарайы. Бұл неке сарайын Түркістанға тарту ретінде Қостанай облысы салып берген болатын. Бұны да Түркістан қалалық әкімдігі сенімгерлік басқаруымен жалға берген. Тапқан табысының 50%-ын олар мемлекеттік бюджетке, яғни әкімдікке төлеуге міндетті. Бұның ішінде сұлулық салоны орналасқан, және арнайы сұлулық спортқа арналған дәрі-дәрмектер сататын дәріхана орналасыпты. Сол мемлекетке тиісті төлеуі тиіс 50% дивидендті, яғни тапқан табысының 50% деп 2022 жылы бұл неке сарайы мемлекетке 15 мың теңге төлеген. Сонда бір жылда 30 мың теңге табыс тапқанда 15 мың теңгесі мемлекетке берген. Мына менің артымда тұрған бұл Түркістандағы Тұран арена. Бұл стадионды салуға 40 миллион евро кетті. Сол 40 миллион евроға салынған стадион бірақ маусым өткізіп, бір маусымнан кейін бұл стадион күрделі жөндеуге жабылып қалды. Себебі жергілікті Тұран командасы бұл алаңда ойын өткізген кезде толасақтан саз кешіп, тобықтан су кешіп, бір сезон ойнап шықты да, қазір 600 миллион теңгеге күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Өзіңіз ойлаңызшы, 40 миллион евроға салынған 7 мың адамдық стадионда бір жылдан кейін 600 миллионға күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Мұнау міне Түркістандағы қолөнершілер үйінің үлкен көрме залы болатын. Бұл залды алыпты да бөлме-бөлмеге бөліп тастапты. Қонақ үйге дайындап отқан түрлері ғой. Қонақ үйге дайындап жатыр ғой. Қарасаңыз жеке-жеке бір-бір бөлме салон залмен. Қазір Түркістанның қолөнершілері тентіреп далада жүр. Ғимараттары жоқ. Бұл ғимараттың негізі мемлекет қолөнершілер үйі қылып салған. Қазір көріп тұрсыздар міне. Нұр Отан, яғни аманат отырады деп алып алыпты да қонақ үйге беріп жетті. Оның несі қиналмасыздар, әдемі көріп қой үшін.